Саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері. Ащы бұрыштан екі түрлі етіп дайындайтын боламыз. Бірін мариновать етеміз. Мына үлкен ұзын сортын істейін, ал майдасынан болгарский қосып, ащы жабатын боламыз. Бізге қызыл бұрыш, болгар бұрышы, чеснок, май, көкөністер, уксус, тұз, шекер керек болатын болады. Сонымен видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сонымен біріншісін бастаймыз. Маринатын дайындап қоямыз. Шекерімізді, тұзымызды, уксусымызды құйып, жақсылап ертіп дайындаймыз. 1 литр суға дайындалып жатыр. Қайнатылған, салқындатылған суға. Банкамызды стерилизать етіп қоя саламыз. Алдын ала қара бұрышымызды, чесногымызды, укроп, бұл жерде петрушка қосылған, соларымызды түбіне салып аламыз. Сосын қызыл бұрышымызды нығыздап үстіне салатын боламыз. Бұдан бұрын бір видеода өзіміздің мына майда қызыл бұрыштан істеген болатын. Мұнаның бір сорты бөтендеу. Бақшада осылай өсіпті, 1-2 тал. Соны осылай жауып қояйын деп жатырмын. Өте тығыз қылып саламыз. Үстіне маринатымызды құйып, жауып қоя саламыз. Ашылмайды, сасымайды, өте керемет сақталады. Осылай нығыздап саламыз. Енді маринатымызды үстіне құйып дайындаған. Құйып қақпағын жабатын боламыз. Өте оңай, жеңіл, жылдам орындалатын қызыл бұрыш маринаты. Міне маринатты өте жылдам орындап қойдық. Енді екінші кобраны істейтін боламыз. Өте ащы болады бұл. Дәмі тамақпен жегенге өте керемет. Шағын банкілерге жауып қоятын боламыз. Бәрін ет тартқыштан өткізіп аламыз. Чеснокты да, қызыл бұрыш, болгар бұрыштарын бәрін. Сосын тұзын, шекерін, уксусын, майын құйып қайнататын боламыз. Араластырып, жақсылап араластырып аламыз. Осыны отқа қойып. Шекерін, тұзын, майын құйып алдық. Міне біздің кобрамыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.